Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үйде бауырсақ пісіру әдісін көрсететін боламын. Әркім әрқалай пісіреді бауырсақты. Біреу майонез қосып пісіреді, біреу қоспай пісіреді. Міне бауырсаққа керек нәрселердің бәрін мұнда дайындап қойып алдым. Енді қазір бастаймыз. Бауырсаққа керек заттың бәрін дайындап алдық. Оған керек су, шекер, тұз, разрыхитель, майонез, ұн. Бастаймыз. 2 стакан су, 1 қасық тұз, 1 қасық шекер. Жақсылап араластырып аламыз. Майонезімізді де қосып араластырып аламыз. Бауырсағымызға аз ғана сұйық май қосамыз. Енді ұнды електен өткізіп барып қосамыз. Енді осы аралықта разрыхителімізді қосып. Енді қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа етіп қамырымызды үнлеп аламыз. Енді қамырымыз көтерілгенше шамалы уақыт күтетін боламыз. Ал құрметті көрермендерім, менің каналыма лайк басып, подписация етуді ұмытпаймыз. Міне бүгінгі бауырсағымыз дәмді, тілі үйретін бауырсақ.